Баршаларыңызға сәлем, сіздермен Жанат. Бүгін мен сіздерге онсыз миксерсіз жасалатын, тіпті өлшеуді қажет етпейтін, ең оңай жасалатын, жұмсақ әрі дәмі керемет болып шығатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамызды жарып салып аламыз. Оның үстінен 1 кесе қантымызды толтырып саламыз. Міне мен осындай ғана көз мөлшерімен жасаймын. Бәрін осылай 1 кесемен ғана өлшеп аламын, шай ішетін кесеменен. Сондықтан сіздерге де егер осындай кесе болса, бір шыны кесені толтырып қантымызды салып, вилканың немесе осындай венчиктің көмегімен жақсылап қантымыз ерігенше араластыратын боламыз. Араластыру уақытысы 2-3 минут. Жақсылап араластырып болғаннан кейін, оның үстіне осындай 1 кесе толтырып, біздің айранымызды құямыз. Айранның проценттігі маңызды емес. Қалаған айрандарыңызды құя берсеңіз болады, үйдің де магазиндікі де жарай береді. Оның үстіне жарты кесе сұйық майымызды құйып, жақсылап тағы да бір рет жаңағы араластырып аламыз. Массамыз бірігіп, жақсылап бір-бірімен қосылғанша жақсылап араластыратын боламыз. Егер сіздерде миксер болса, миксердің де көмегімен араластыруға болады. Ендігі кезекте біз өзіміздің осы дайын болған массамыздың үстіне 1 кесе толтырып, манный крупкамызды қосатын боламыз. Манный крупкамыздың үстіне 10 грамдай ұн қопсытқышымызды қосатын боламыз. Менде ұн қопсытқыштың сыртында өзі 10 грамм деп тұрғаннан кейін барлығын қостым. Сіздерде егер көбірек болса, шай қасықпенен 1 қасық қосасыздар. Одан кейін жақсылап тағы да бір рет араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін шай қасықтың жартысындай қылып қана дәмі жаңағы келу үшін осындай тұз ғана қосамыз да жақсылап тағы да бір рет араластырып аламыз. Енді біздің осы массамызды бөлме температурасында 30-40 минутқа қойып қоямыз. Сонда осындай міне видеода көріп тұрғандай аппақ көбік шығады. Бұл значит 30-40 минут тұрғаннан кейін манный крупкамыз біздің сұйық жаңағы массаларымызбен бірге кішкене үлкейеді. Ендігі кезекте біз осындай фольгамызды орап, кальциомыздың жасап қойдым. Егер сіздерде басқандай кальций болса, асты бар, сондай кальцийларыңызды құя берсеңіздер болады. Қалаған формуларыңызға қосамызды барлығын жақсылап құйып, қызып тұрған 180 градус біздің пешімізде 35-40 минутқа қойып, қызарғанша жақсылап пісіріп аламыз. Піскеннен кейін зубочистканың немесе шпачкалардың сіріңкенің көмегімен осылайынан піскен-піспеген тексеріп аламыз. Егер ағашымызға жабыспаса, демек піскен деген сөз. Осылай одан кейін ары қаратай тесіп аламыз да, үстінен осындай сүтімізді пропитка жасаймыз. Міндетті түрде ішіндегі жаңағы массамыз біздің құрғақ болып тұрады. Соны ыстықтай күйінде осылайынан жаңағы сүт қосатын болсаңыздар, ортасы влажный болады. Міне біздің тортымыз дайын болды. Бетіне өздеріңіздің қалаған нәрселерді қоссаңыздар болады. Мен сахарный пудрамен қосып жасадым. Сіздермен бірге болған Жанат. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар.